пожалуйста, құйып бере. Ассалаумағалейкум. Не топыр үймелеп қапсыздар ғой? О, бұл қымыз. Қымыз десең балғымыз. Мақтап жүрген халқымыз. Көп сөзді қайтеміз. Одан да дәмін татыңыз деп қойын аға, бір дәмін көрсеңіз. Бұл қымыз. Ойбай! Елде жоқ қымыз. Алатаудың бөктерінде жем жеп өскен биеді. Мына біздің Қазығұрттың кигодын жеп өскен қымыз ғой. Көріңіз да, көріңіз. Шынында керемет екен. Аға, қымызға әңгіме жоқ. Біз жігіттермен жаттығудан кейін осы жерге келеміз. Жұмсалған энергияның күштің бәрін қалпына келтіреміз. Жасыратын еш нәрсесі жоқ. Менің жолдасым да кішкене бел ауырып ыңғайсыз жағдайда қалған. Осы қымыз ішкелі бері жағдай жақсарып қалды. Қош, аттай болды ма? Құдайға шүкір. Деп тұрма, күніге іше берсе тақшы ма? Онда мен өзім компанияның бүкіл қызметкерлерінің барлығына ішіретін болам. Маған барлығын жинап бір коробкаға салып беріңіз. Нан бәрі ма? Ойбай ағай, маған да біреуін қалдырыңыз, жуайым алып барайын. Енді аға ондай болатын болса, енді компанияңызда адам көп шығар. Кез келген мөлшерде жеткізіп береміз. Керек десеңіз банкімен жеткізіп береміз. Ол болмайды десеңіз бақылашымен жеткізіп береміз. Егерде доставка керек болса, мына номер бойынша хабарласасыз, любой жеріңізге жеткізіп береміз. Бола ма? Біреу беріп жіберейін де ағасы. Алып кетсек. Қазеке, ертең ұлдың туған күні еді. Соған дүкенге кіріп, кола, фанта сияқты сусындарды алып кетсек. Ей, кола, фантаны не қыласың? Баланың организмін олап. Біздің ата-бабаларымыз сияқты ірі денелі, дені сау ұрпақ керек бізге. Соның үшін зиянды заттар ішкенше, мынандай пайдасы бар. Қымыз ішіңдер, қымыз алыңдар. Анашым, қалайсыз? Жақсы бізде. Өзіңіз қалайсыз? Жаным, анашым, шаршап жүрген шығарсыз. Үйге қайта салыңызшы, сізді сағынып кеттік қой. Самат, жақсы. Бағана бір жерге барып келем деген, келіп қалатын шығар қазір. Ертерек қайтыңызшы. Сіз болмасаңыз, үйдің іші бір түрлі қап-қараңғы сияқты. Жарайды. Жақсы айтам ғой. Бетіңізден сүйдім. Сау болыңыз, анашым.
Досым, мына өмірге позитивпен қарау керек. Позитив болмаса, мына өмірдің ешқандай мәні жоқ. Ал мәнсіз өмірді сүрудің қажеті шамалы-ақ. Дүние деген не ол? Қолдың кірі. Бүгін бар, ертең жоқ. Ең бастысы, досым, ең бастысы көңілді көтере білу керек. Көтеріңкі көңіл-күй бақытты, әрі ұзақ өмір сүрудің кепілі. Түсіндің ба? Ал оны мен айтып тұрмын саған. Мен ол жаған өте жақсы білемін. Позитив, тек қана позитив. Самат, соңғы кезде саған таң қалып жүрмін бар ғой. Әшенде қой аузынан шөп алмайтын боласың. Аузынан бір сөз суырып зорға шығарамыз ба? Кейде ешкімге сөз бермей сайрайсың. Ішіп алдау дейін десем, ішкілік ішкеңді көрмеймін. Бауырым, адамның көңілін көтеруін ішкілікпен байланыстыру, ол өте қате ұғым. Айттым ғой мен саған, позитив деп болшы, позитив. Бауырым, әңгіме айтсай, немене аузына құм құйылғандай мыңқиып отырсың? Позитивный болшы, позитивный. Сен осы шегіп алған жоқсың ба? Досым, әперіп қойып бердің, Айттым ғой мен саған, позитивный бол керек, позитивный болшы. Доғаршы болды. Сенмен сұхбаттасудың өзі де мағынасыз да мәнсіз екен. Не деген іш пысыралық жансына. Кеттік, сен үйіңе апарып тастайшы. Сен дұрыс түсін, досым. Адам әңгімелесіз келген кезде жандағы адам оған жауап бермесе, ол өте қиын жағдай. Жүректен шыққан сөздер. Самат! Өші шана музыкаң жындағайын дегенсің ба? Түннің жарымы болды ғой? Мен ұйықтауым керек, ертең сабаққа барам. Кедергі жасама ма, қандасым? Кедергі жасама. Мен өз армандарыма қол жеткізу үшін биік белестер атқанысап, қанатты тұлпардай болып барам. Сен ішіп алғансың ба не? Мама келсін осыда бәрін айтып жанын шығартам мен сенің. Тентек болайын деген шығар ма? Қысқасы солай жігіттер. Ондай малғындарды біртіндеп ұстап, бастарын алу керек. Ешқандай аяушылық жасаудың қажеті жоқ. Қалай дедің жаңа?
Меф дедің ба? Иә, меф. Біреулер мияу-мияу дейді. Аты көп қой оның. Мияу-мияу. Күлетін ештеңесі жоқ. Қазіргі жастардың арасында бұлайша айтқанда хит болып жатқан наркотик. Бәріміздің інілеріміз бар, қарындастарымыз бар. Ертең олар да осыған ұрынып қалмау үшін оны тарататын адамды ұстап, езу керек. Әңгіме жоқ. Езу керек болса еземіз, таптау керек болса таптаймыз. Бар ма подажайда жүргендер? Әзірше жоқ, бірақ іздесек табамыз ғой. Болды, проблема жоқ қой. Ондай барыгаларды таппау керек. Иә. Айдар, не болды, ойланып кетіпсің ғой? Жай. Осы жігіттер Саматты ең соңғы рет қашан көрдіңдер? Қай Самат? Класстас па? Иә. Біраз болды. Не қалды? Айтса не болды? Тыныштық па? Ол өзімен өзі жүрген біреу ғой. Ешкімге сөйлемейді, мыңқиып алып, тормыз. Сөйлемейді дейсің ба? Не болды оған, айтсай? Қысқа жігіттер. Сол біздің Самат бағанағы меф деген нәрсеге отырып қалған сияқты. Хей, қуым, әшей. Ол тормыздан дым ештеңе шықпайды ғой. Мефтің не екенін де білмейді ғой. Оның өмірі басқа ғой, кітап оқығаннан басқа түк еш нәрсе білмейді. Мен де басын солай ойлайтын едім. Айдар, түсіндіріп айтшы, қалай білдің оны наркотик отқанын? Не болды? Сен ба? Я, мен. Ендігім болу керек. Жай ма сенікі? Жай. Самат, сен жынданайын дегенсің ау деймін. Соңғы кездері бір түрлі қылықтар жасап жүрсің. Жоқ, бәрі дұрыс. Қорқайын дедім мен сенен. Мамам ертерек келсе дұрыс болар еді. Біреуді күтіп отырсың ба? Жоқ. Терезеге қайта-қайта қарап отырсың ба?
Чай. Мама хабарласты ма? Қашан қайтамыз дейді? Кеше хабарласқан. Біраз тауарлары бар екен, соларды сатып бірақ қайтады. Жағдай жақсы ма екен? Жағдайын звондап сұрамайсың ба? Ренжіп жатыр. Хабарласпайды, хабарласа телефоны өшірулі дейді. Иә, хабарласам ғой. Самат, саған не болып жүріс? Араққа салынып кеткен сияқтысың ғой? Кім айтты оны саған? Мен ішпеймін ғой арақ. Білмеймін ғой, бөлмеңе кіріп алып айғайлайсың ба, билейсің ба, адам нервісін шығарып. Кешірші қандасым. Соңғы кездер шаршап жүрмін. Соған аздап көңіл көтерейін деп. Арақ іштің ба? Жоқ. Пиво ма? Иә, аздап. Жетісіп қапсың. Мен курсқа барым керек. Сөйде боласың ба? Жоқ, бір шаруаларым бар. Күмнес, мамаға ешнәрсе айтпай қойшы. Жарай ма? Тағы ішсең, айтам. Да, конечно. А у нас, как всегда, все в ажуре. Да. Сейчас по времени-ка. Да не, брат, ты че? Да у нас какие могут быть проблемы? Конечно. Сейчас все можно за деньги решить. Ну? Да не. Все уладим. Ладно, ко мне пришли. Что там, принес? Да, принес. Это уже другой разговор. Умеете ж, когда хотите. Стараемся. Но этого мало. Надо побольше людей подтянуть. Не, есть вариант. Надежный? Проверенный пацан. Без хвоста? Не, все хорошо будет. Все самое главное. На. Я могу идти? Да. Барсаң, сыртқа алып шық. Сыртта сөйлесейік онымен. Жарайды қазір. Е-мое, таң алып отырмын бар ғой. Мына Саматтың наркотикке отырып қалады деген үш ұйықтасам да түсіме кірмепті. Таң қалатын ештеңесі жоқ оның. Самат сияқты қораға кірген ботаниктер миллион. Тек қана ол сияқты аңқаулар емес. Небір миллионерлердің балдары байланып жатыр бұған. Да, кайфы ураган болып тұр, осындай, Сол кайфты таратып жүрген гнидаларды біртіндеп ұстап, кайфтарын көттеріне тығу керек. Ол жағынан әңгіме жоқ бека. Айттым ғой, еземіз деп. Бірақ ол гнидаларды табу сар қиын бола ма деп тұрмын да.
егер Саматтың наркотик отырған рас болса, Самат арғышамыз жаңағы баригаларға. Ой, ол айтама бізге. Сол жағын ойластыру керек болып тұр ғой. Не болды? Жоқ енді. Үйінде ешкім жоқ. Мамасы ше? Мамасы да жоқ. Жоқ деп жатырмын ғой. Мамасы саудамен айналысады ғой бұның. Осы жақтан оптың товарлар алып кетеді да ар жақ қарай барып сатады. Қарынасы мектепте ау деймін. Жалпы есікті ешкім ашқан жоқ қой. Ана наркоша қайда сонда? Мен қайдан білемін оны? Мүмкін передоздан өліп қалған шығар үйінде. Есігін сындырайық та. Ой, қош жина. Варианттарды айтып отырмын просто. Ісім жіктір енді. Күтеміз ба? Егер де сен айтқандай Саматтың есірткіге отырған рас болатын болса, соны анықтау болу керек. Мал екен ғой Самат. Ана жақта шешесі осыларды асыраймын деп елгесіп жүрсе, а бұның жүрісі мынау қатып алып шеш. Не болса да болды. Көзбе-көз жолықпай ешнәрсе айта алмаймыз. Ой, айтты ғой мынау. Отырып қалған деп наркотикке. Мен отырып қалған сияқты дедім. Бәрібір ғой. Ой, болды, қойыңдаршы жігіттер. Не болса да охота басталды. Артқа қайтар жол жоқ. Сәлем Гүлназ, қалайсың? О, Бека, жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Кеш жетіп қайдан қайттың? Қосымша курстан келе жатқам. Сәлем Гүлназ. О, сәлем Айдар. Не барлықтарын жиналып алғансыңдар, тыныштық па? Тыныштық. Сол Саматқа келген едік. Қайда кетіп қалды ол? Күндіз шаруаларым бар деп шығып кеткен. Әлі келмеген ғой деймін. Я, келмеді, я. Телефонда сөндірілі. Үйге кірсеңдерші? Жоқ, рахмет, сен кіре бер, біз осы жерде күте тұрамыз. Жарайды, жақсы, сау болыңдар. Жотаме, әлі келмеген бана. Жоқ. Қайтпайыңыз болғанда, соның әруағын күте отыра береміз ба? Жатқан жар бір жерде қатып алып, аузынан көпірек ағып. Күте тұрайық әлде де. Су шайнап көш бар. Ауыз көк кетті ғой амай. Қазір.
О, брат. Мал, ақша қайда? Қана, мен саған бәрін түсіндірем. Ақша болады жақында. Сен құлағымнан теуіп жүре берем деп ойлайсың ба? Қанша болды уәде бергеніне? Қана, сәл шыдай тұршы. Ақша түседі жақында. Тиынына дейін қайтарам. Еркекше көресің ғой, уайымдамасай. Бля, мал, сен сияқты наркошаға ақша кім берсін? Қарындасым ауырып өлейін деп жатыр деген едім ғой, бұл жол кімді өлтірмекшісің? Жақында мамашқа келеді. Сосын алып берем, уайымдамасай. Бля, осыдан алдасаң қара. Аямайым. Алдамайым. Көресің ғой. Мал, бұл саған профилактика. Бірінші рет және соңғы рет. Алдайым десені, өлдім дей бер. Қана. Сәлем, Гүлназ. Айдар, сен ба? Кірсей. Гүлназ, біз Саматты күтіп болмағаннан кейін қайтып бара жатырмыз. Саған бір өтініш болып тұр. Я, қандай өтініш? Самат келген екенімізге хабар берші. Біз оған жолығуымыз керек еді. Сондасақ телефоны өшірілді. Айтпақшы, сен осы Саматтан бір өзгеріс байқап жүрген жоқсың ба? Байқап жүрмін. Соңғы кездері көп ішетін болыпты. Көп ішетін болыпты дейсің ба? Я, сендер де байқадыңдар ма? Оған түсіндіріп айтыңдаршы. Бекерден бекер ішпейді ғой, бір проблемаға душар болған сияқты. Иә, оны айтамыз. Негізі біз соны айтуға келгенбіз ғой. Сосын былай істеші. Самат келгеннен кейін білдіртпей хабарласшы бізге, мақұл ма? Ол бізбен жолға ұялып қашып кетуі мүмкін да. Жарайды. Ойнама, әлі бәрі жақсы болады. Жақсы. Жұмыстарыңыз қалай болып жатыр аға? Уайымдама, бәрі жақсы. Айып етпеңіз. Сізді қинап қойдым ғой. Бұлай болады деп кім ойлаған? Тепсем темір үзетін жағымда. Жатсын мынау. Дархан, қинаған емес. Екінші рет бұны сіз айтушы болма. Әлі аяққа тұрып кетесің. Аяққа тұрым үшін қыруар қаржы керек емес пе? Оны қайдан аламыз? Сен ол жағына басыңды ауыртпай қой. Табам. Өлсем де тірілсем де табам. Анау Саня бар емес па? Қайсы, көрші ме? Иә. Сол өткенде бір жақсы жұмыс бар деп атқан. Істейсің ба деді. Соған барсам ба деп отырмын жұмыс бойынша. Жақсы жұмыс болса, неге өзі істей бермейді? Өзім де істеп жүрмін деген. Не жұмыс екен? Әзірге білмеймін. Бірақ табысы жаман емес сияқты. Байқап жүрмін. Соңғы кезде жағдайда жақсарып қалғанға ұқсайды. Негізі аға, сол Саняға жоламай қойғаныңыз дұрыс ау. Ой, оны уақытында көреміз.
Сен әр нәрсені ойлап, басыңды орта өрме. Демал. Мен кешірек келем. Біраз шаруаларым бар. Жақсы. Ne arasındasındır? Ne oldu? Есің жидің ба? Әлде бізді елес деп ойлап жүрсің ба? Біз елес емеспіз. Ау, есіңді жи. Шынымен, таң атпай, не істеп жүрсіңдер? Саған келдік. Жағдайыңды білейін деп. Жағдайын білуге таң атпай келесіңдер ма не енді? Енді өзің ұстатпайтын сияқтысың басқа күндер. Короче, сені кеше түн жарымға үшін күткенбіз. А сен таң ата келіпсің. Қайда болдың? Не жұмыстарың бар? Сендер немен аңдып жүрсіңдер ма? Қысқасы былай, Самат. Сен мифке отырып қалды деп естідік. Бізге жасырмай шындығын айтсай. Қайдағы миф? Қайдан шығарып алдыңдар бұл әңгімені? Самат, жасырмай шындығыңды айта бер. Сен бе бәрін бұлықтырып жүрген? Неге Айдардан көріп отырсың? Осы ғой, бәрін бүлдіріп жүрген. Демек рас қой, Жоқ, өтірік конечно. Мен айттым. Сен осы соңғы кездегі істеп жүрген тірліктердің барлығы соған ұқсайды. Сен не маған әперіп қойып бердің? Саған еще алып беру керек па не? Еркекше мойындашы, Самат. Отырғаның рас қой. Айттым ғой, жоқ. Қайдан шығарып алдыңдар? Сенің түріңнен шығарып алдық. Сенің түрің айтып отыр ғой, мен наркоманмын деп. Ой, қойшы Чина. Жоқ, өзі да адамның жынына тиіп. Наркомансың ба? Наркоманмын деп айт. Мойындауда ерлік. Оның үстіне біз саған бөтен емеспіз. Чина, қойшы дедің ғой, саған болды. Чина, шынымен айқайламай-ақ қойық. Үйде Гүлназ бар. Гүлназ естіп қойса, білесің ғой қандай үйге душар болатын. Қысқасы, Самат. Анау мынау демей, шындығын айт. Біз саған жамандық ойламасақ та, жақсылық ойлаймыз. Шындығын айтса бізге түсіндір. Біз саған көмектесеміз. Қалай көмектесесіңдер? Біріншіден, сен жүрісіңді қою керек. Қалай қойдырмақсыңдар? Не, мен бөлмеге қамып қоясыңдар ма? Әлде наркология апарып жатқызып тастайсыңдар ма? Ол жағын ойланып көреміз. Қолың сілтеме, қолың сындырып тастаймын кәз. Қойшы Чина, не болды саған? Міндет қой мынанікі. Наркотикке 5 жыл отырдың ма? Қойшы Чина болды. Екіншіден, Самат, сен жолығып жүрген закладчиктеріңді бізге көрсетесің. Біз олармен сөйлесіп, айырамыз. Қалай көрсетем мен оларды? Мен олардың түрлерін де көрмеймін, танымаймын да. Бека, Самат дұрыс айтып отыр. Бұлар закладчиктермен көзбе-көз жолықпайды. Сен қайдан білесің? Араласып жүрсің ба не? Обязательно араласу керек па не? Білем да? Так.
Таня, сен өткенде бір жұмыс бар деп жатырмын ба? Я бар. Айтса енді, не жұмыс ол? Короче, работа не тяжелая, но ответственная. Денег нормально заработаешь. Братишканы поднимешь. Қатын аласың, үй аласың. Дальше больше ғой. Вот я, например, в Таиланд собираюсь, потом Дубай. Там останусь, наверное. Қиялдамай айтсайтыз, не жұмыс ол? Я тебя сразу предупрежу. Туда вход есть, обратно выхода нету. Я тебя познакомлю с одним человеком. Серьезный человек. Главное, без косяков. Я за тебя отвечаю. Если вдруг какой-то косяк, спрос будет с обоих. В первую очередь с меня, потому что я за тебя в ответственности. Онда ше, неменеге жыртылып отырсың, Дубай, Таиланд деп. Обратно выход болмаса. Ну, есть одна мыслишка, но тебе об этом знать рано. Ойлан, Даурин, ойлан. Кестік. Солай бауырым. Олай ақмақ болма. Өз өміріңе өзің балта шаппасай. Айту оңай сендерге. Айту оңай ма, қиын ба, тыңдасай адамның сөзін. Білем, міндет болды ғой сенің наркоша болғаның. Короче, былай. Бүгін ешқайда шықпайсың. Үйде боласың. Біздің бітіретін бір шаруаларымыз бар. Соларды бітіріп, қайтан келеміз. Үйде бізді өз жерде күтесің. Есікті сыртынан құлтап кетеміз. Қалай құлтап кетеміз? Менде жұмыстарым бар. Бітіріп келген шығарсың таңғайдың жұмыстарыңды. Отыр болмалы үйде. Жігіттер, сендер неменеге қожайын болып отырсыңдар? Өз үйімде өзім білетін шығармын, қашан келіп, қашан кететінімді. От, білмейсің де өзің. Самат, үйде бола берсе бауырым. Солай дұрыс болады. Кеттік па, жігіттер? Жігіттер, сендер бәрі ештеңе істей алмайсыңдар. Таппайсыңдар да оларды. Короче, оны ше уақытында көреміз. Үйде отшы бүгін. Мына гнида захватчиктерді табу қиын болатын сияқты бека. Қалай істесек болады өзі? Ойластыру керек жігіттер бұны. Ойластыру керек. Бұл жерде Самат арқылы шығу керек. Есебін тауып, басқа вариант жоқ. Бағана өзі де сен де айттың ғой. Олар бір-бірімен жолықпайды да, бір-бірін танымайды да деп. Айтуын айттым ғой. Бірақ сонда да бір амалын қарастыру керек. Ойластыру керек. Не аламыз? Кеттік бұнда? Мынау ше біз келеміз дегенше өліп қойма. Шыдасын. Ұзаққа кетпейміз ғой. Біз келгенше өле қоймас. Айдар, сенден бір жеке аптекаларың бар емес пе еді? Адам ауырып қиналған кезде тыныштандыратын бір укол болса аласаш. Мына ломка қысса керек болып қалар. Ай, ол көмектеспейді ау. Сонда да біреуін аласаш. Ол жарайды. Қалай істейміз өз? Қалай қойдырамыз бұны? Ертең анасы естіше жаман соққы ойнап тұр ғой кісіге. Жігіттер, мүмкін болса анасы естімеген дұрыс болып тұр ғой. Кеттік па жігіттер? Менде бір таныс жігіт бар. Закладчик туралы бір білсе сол білер. Соған барып жолығайық онда. О, әне келе жатыр. Бека, бұл кім? Бұл мен жақын досым. Закладчиктер туралы осы білу керек. Жүріңдер, сөйлесейік бұны. Кана! Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалайсың, Бека? Зың ғой. Өзінде? Дәл солай ғой менде де. Базар жоқ. Жүріпсің біздің районда? Сол, саған келгенім. Айтайыр, не проблема, не көмек? Айтпақшылай таныс қой. Бұл менің
бауырларым. Кана. Шыңыз. Кана. Айдар. Не проблема болғанда бір тема шығып тұр ғой. Айт. Жүрсең отыр сөйлесейік та. Жолдас капитан, мен ұмы. Көрініп тұр наркоман екендері. Таңға дейін болған сияқты. Сен кімсің? Подполковник Асанов. Капитан Байтасов. Не болған? Түнгі 12:01 шамасында болған, бірнеше жеріне пышақталған. Айғақ заттар табылмаған шығар болса да. Жоқ, табылған жоқ. Ешкім ештеңе білмей ма? Қазір көршілерден жауап алынып жатыр. Түсінікті. Сонымен, бала шағаңызды бағу үшін есірткімен айналыстыңыз ба? Сен сияқты кабинетте отырып алып, ақыл айтатын данышпан сымақтар. Мен сияқтылардың жағдайын қайдан ұқсын?
Үйтпе, бүйтпе деп айту қашанда оңай. Мен ақыл айтып отырған жоқпын. Мен сізден сұрап отырмын. Ал сұрау ол менің міндетім. Сұрасаң жауап бердім. Қазбалай берудің қажеті жоқ. Я, бала шағаны асырау үшін мен қандай жұмысқа болса да дайын болдым. Арқа сүйетін еркегің. Үйсіз күйсіз. Орта жолдан тастап, жас қатынмен кетіп қалса мен не істеуім керек? Мен сіздің күйеуіңізді жақтап отырған жоқпын. Ал сонда да міндетті түрде есірткімен айналысуыңыз керек па? Қайталап айтам. Есірткімен айналысамын деген ойым болған жоқ. Шарасыз күйде жүргенімде танысым осындай ұсыныс тастаған үшін келістім. Мен айтылған адреске берілген затты апарып бересің, болды. Бар жұмысың осы. Бірақ ақшасы қомақты деген соң ғана келістім. Бұл не қылған батпан құйрық деп ойламадыңыз ба? Ya сәлем. Мен Барыстан келіп едім. Не үшін? Қалай не үшін? Сізді біледі деді ғой. Нені? Мен келетінімді. Қайда? Не қайда? Конфет? Қайдағы конфет? Барыстан маған не үшін келдің? Sağ ol. Барысқа менен сәлем айт. Бұйыртса тағы жолығамыз. Привет, красавица. Тағы жолықтық бей. Айттым ғой бұйыртса жолығамыз деп. Аз сөйлегеніңіз өте дұрыс. Көп былшылдап сөйлей беретін қатындарды жақтырмаймын ше. Берілген тапсырманы тиянақты тындырып тұрса болды емес пе, дұрыс па? Сен сияқты.
Жарайды. Әкелші тауыр. Маған сенімен жұмыс жасасқан ұнап қалды. Бұйыртса тағы жолығамыз деп ойлаймын. Сен сияқты аз сөйлеп, істі тез тындырған дұрыс. Как думаешь? Ұлыңыздың кісі өліміне қатысы бар деген күдікпен іздеуде жүргенін білесіз ба? 4 ай болды. Қайда жүргені белгісіз. Ал бірақ біз міндетті түрде табамыз. Қызыңыздың жағдайы қалай болады деп ойлайсыз? Кісі өлтірген ағасы іздеуде жүр. Шешесінің түрі мынау, сотталғалы жатыр. Бәріне мен кінәлімін. Бәріне мен кінәлімін. Қызым жағдайы не болады? Оны о баста ойлауың керек еді. Айтқандай, Айдармен хабарласпадың ба? Кеше хабарласқам. Қашан келем дейді? О жағы белгісіз. Ағасының операциясы келесі аптаға белгіленіпті. Операция сәтті өтсе келеді ғой. Оға дейін келе алмай деген. Білесің ғой, ағасының жағдайы тым ауыр екен. Білем ол. Сауығып кетсін әйтеуір. Кана қашан келеді екен? Кешігіп кетті ғой. Білмеймін, кеп қалатын шығар. Күте тұрайық. Ассалаумалейкум. Чё там? Осында келу керек олар қазір. Кеп қалатын шығар. Күте тұрайық. Келді әне. Шамиль деген барыға. Опасный тип. Қаладағы закладчиктердің бәрі соның астына двигаться етеді. 2 дос балам тапа-тал түс ятып тастаған. Отморозка, короче говоря.
вообще аяушылық жоқ дейсің мұндайларға, иә? Әрине аяушылық жоқ. Бұндайлардың көзін құрту керек. Айттым ғой, опасный тип. Аккуратно істеу керек ондайларды. Көзін құртамыз бардың. Что там гнида, бля? Жұмыстарың жүріп жатыр ма? Сука, осылай тайраңдап жүремін деп ойлайсыңдар ма? Түсінбедім. Сендер кімсіңдер? Біздің кім екеніміз білгің келіп тұр ма не? Сука, құлағыңа құйып ал. Аны өзің сияқты закладчиктерге жеткізіп бар. Біз бар кезде сендерге күн жоқ, түсінің ба? Езгеніміз езген, айырғанымыз айырған. Тағы білек, тағы көзімізге түсетін болсаң, өлтіреміз нақы, түсінің ба? Мынау өткендегі пышақталған қыздың өліміне күдікті жігіт. Қазірше іздестіру жұмыстары жүріп жатыр. Ал мынау Шамил деген местный барига. Разработкада қазір. Ал Шамил Барыс деген қылмыскермен тығыз байланыста болған. Ал мынау осы топпен тығыз байланысты. Лақабаты коммерсант. Өткендегі қолға түскен әйел арқылы осылардың барлығын қолға түсіретін боламыз.
Шамил! Біле, мына қатын бекер көріп кетті. Байқау керек еді. Ештеңе етпейді. Бариганың қасында жүрген қатын. Оңған қатын дейсің ба? Кеттік пе, ка? Біледі. Охотниктер бізден бұрын жұмысты бастап қойған сияқты. Бұларға обал жоқ. Чина, бізге қаланы уақытша кетуіміз керек. Қалай кетуіміз керек? Біздің әлі мына Барига заказчиктермен соғысымыз біткен жоқ. Бұл соғыс өмірі бітпейді. Біз олармен өміріміздің аяғына дейін күресеміз. Ал қазір қаладан кетуіміз керек. Айтып отырмын ғой, уақытша деп. Бүгінгі оқиғадан соң біраз көзге түспеу керекпіз. Айқай-шу басылған соң ісімізді ары қарай жалғастырамыз. Оң да дұрыс шығар. Самат қайда жүресіз? 4 ай болды. Хабарсыз кетті. Білмедім ше. Ана шешесінің наркотикпен айналысасын естігенде вообще шок болдым. Айтпа. Гүлназдан олай болды. Жалғыздан жалғыз қалды. Чина, Гүлназды өзімізден бірге алып кетеміз. Қайда алып кетеміз? Қуасың ба сен? Оған қазір жалғыз қалуға болмайды. Гүлназ, мұның не? Есіңе адасайын дедің ба? Қамшының сабындай қысқа өмірде осындай қателікке ұрынғаным ба? Есірткі сатып, бауырыма көмектесем дегенім қайсасқаным. Мені осы жолға алып келген Саняның сотталып кеткенін көріп біле тұра, өз райымнан қайтпағаныма таң қалам. Енді міне Шамилдің өлімі. Бұл маған деген соңғы ескерту шығар. Егер дер кезінде тоқтамасам, менің де осы жағдайға душар болатыным ақиқат.